Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің ютубтағы ең алғашқы видеом. Қолдауларыңызды күтемін. Бүгін сіздермен бірге ең оңай дайындалатын жұқа, әрі өрнекті, көпіршігі мол қимақтар дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, 300 мл сүт, 50 мл сұйық май, 250 мл қайнаған ыстық су, жарты шай қасық сода, 3 ас қасық қант, шым тұз, 210-220 грамм ұн қажет. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жақсылап шайқап аламыз. $300 мл сүт пен 50 мл сұйық май қосамыз. Жаңа ғана қайнаған 250 мл ыстық суда жарты шай қасық соданы ерітіп қосамыз. 3 ас қасық қант пен шым тұзды қосамыз. Сонында 210-220 грамм ұнды біртіндеп салып, жақсылап араластырамыз. Сұйық әрі бір келкі қамырымыз дайын. Мен осындай ас үй шөмішін қолданамын. Табаны бір-ақ рет жақсылап жұқалап майлаймыз. Жақсылап қыздырып қатты отта 2 жақтан пісіреміз. Көріп тұрғаныңыздай көпіршігі мол, өрнекті қимақтарымыз дайын болып жатыр. Шеттері қызара бастағанда екінші жағына ауыстырамыз. Қимақтарымыз тез дайындалатындықтан күйдіріп алмау үшін өте сақ болу керек. Мен салмасына ірімшік пен қаймақты қантты араластырып қостым, және де таңқурайды безендіру үшін пайдаланамын. Ең бірінші тәсіл қарапайым орау ірімшікті қосып. Екінші тәсіл 3 бұрышты формада. Қимағымызды 2-ге бөлеміз. Астыңғы жағын қайырып, шетіне ірімшік салып, 3 бұрыштап орай бастаймыз. Соңғы қалған бөлігін қалтасына саламыз. Тағы да қайталап көрсетейін, өте оңай жасалады. Үшінші тәсіл таңқураймен безендіру. Қиялдарыңызға қарай қант ұнтағын үстіне сепсеңіздер болады. Осындай қимақтар дастарханның сәнін келтіреді. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.
астарыңыз дәмді болсын.